Мойны 17-ні бөліп, осылай салып белгілейміз. Бұлай 8 сантиметр. Жазып қояйын. Енді иығын саламыз. Иығы 13 сантиметр. 13 сантиметр осылай белгілеп аламыз. Оны саламыз. 13 міне жетпей тұр. Осы тұстан 4 сантиметр болу керек. Мінекей 4-ті жазып қояйын. Бұл тұрақты. Енді 20-ны алып, біз көкірегіміздің айналасын тауып алдық. Осы жерді сызып, бұл көкірек айналасы болады. Енді иықтан төмен қарай көкірек айналасына түсіріп, бұрыштан 3 сантиметр алып, оны доғалдап қосамыз. Енді міне жерге жазамыз, көкірек айналасына 3 сантиметр қосамыз, ол выточкаға, емшегіміздің көлеміне қосылып тұр. Енді соны қосып, сантиметрдің көмегімен бөліп саламыз. Міне бөліп салдық. Енді мына жерге жазып қоямыз. 27 болды бұл жеріміз. Мінекей, енді ұзындығы мойыннан белге шейінгі ұзындыққа 3 сантиметр қосамыз тігіске. Енді осылай сызып алып, мына жерде длина перед спинка дегеніміз 43. 43-ге 3 сантиметр қосып салдығы. Жаңа енді оты. Беліміз 47 болды. 47-ні бөліп саламыз. Сантиметрдің көмегіменен. Мінекей осылай салып белгілеп, выточкаға 3 сантиметр қосамыз. Енді қолтық астындағы сызығына қосып, запас алып аламыз 1 сантиметрден. Енді выточкасын аламыз. Ол 11 сантиметр, 52-ші размерлерден жоғары қарай 11 сантиметрден алуға болады. Выточкасы 29 болды. Ара қашықтығы тоже 11. Енді осыны сызып аламыз. Қолтығын астына, осы жақ қарай 7 сантиметр болса жетеді. Міне 1,5-1,5-нан қосамыз. Төмен жағында тура солай 1,5-1,5-нан қосып аламыз. Жазып қойды. Міне мұқият қарасаңыздар, өте жеңіл қыздар. Көрдіңіздер ма? Бөліп сала салдық бәрін. Енді бізге ары қарай жалғастырамыз етегін. Бұл жерде 18 сантиметр бұл формула тұрақты беріледі сіздерге. 18-ді қойып, осы жерге міне 18 деп жазып қойдым. Барлық көйлектерге бере бересіз солай. Акрынсы беудерді бөлесіз де сала саласыз. Мінекей сантиметрдің көмегімен осы жерге қойып, бөліп саламыз. Енді белге қосамыз. Енді осы жерді ұзындығын алып аламыз. Ұзындығы бізде мінекей оған 2 сантиметр қосамыз. Әркім өзіне қалауына байланысты ұзын алады. Осы жерді бөксесімен бірдей қылып алып, 1 сантиметр қосып аламыз. Трапециялау болып тұрады. Ол өте әдемі болып көрінетін болады. Енді запас 1 сантиметрден аламыз. Мінекей осылай төп нұсқаны салып үйреніңіздер. Осы лекалды жұрттар сатып алады. Бұны үйреніп алсаңыздар, ішлей қиын емес. Ұзындығы 10, 1,5-1,5-нан осы выточкаға қосылады. Міне қарап тұрсаңыз, міне енді принцесса выточканы осы шығысының тура тұсынан аламыз. Қақ бөліп 20-ны 10-нан. Міне осылай мұқият қарап, жақсылап үйреніп алыңыздар. Енді моделировать етіп үйренеміз. Ол үшін мына выточкаларды кесіп алып тастаймыз. Мына выточканы ашу үшін қолтық астындағы выточканы скотчтап бекітіп аламыз. Көрсеңіз, 3-4 сантиметр ашылды. Мені осылай принцесса выточканы істеп аласыздар. Енді қалта саламыз. Қалтаны қиғаштау қылып алып, бұл жерде 4 сантиметрдей қылып сызып аламыз.
міне осы жерде қалта салынады. Енді бізге жағаның ашықтығы керек. Ол үшін жағаның мойын жағынан осы жерге шейін мен өлшеп алғанмын. 31 сантиметр белгілеп аламыз. Мына жерден 1 сантиметр бере керектен осы 31 сантиметрді қосып, мына жерден 2, бұлай қарай қолмен жұмырлап, бұл жұмырлау болған жақсы, острыйдан көрі 2 сантиметр доғалдау үшін керек. Ол бізде мінекей осылай сарафанымыздың алды әдемі болып ашылды. Енді қалтасын ортасынан қырқып, осы жерлерге біз мешковинасын және қалта түбін және планкасын тігеміз. Оны сіздерге тігіс барысында көрсетемін. Осылай болады. Мұқият қарасаңыз өте жеңіл, жақсылап үйреніп алыңыз.